Назарларыңызға Казинформның эксклюзив жаңалықтарына шолуды ұсынамыз. 18 наурыз ұлттық киім күні. Осыған орай Казинформ тілшісі тақиялы депутат атанып кеткен Дәулет Мұқаевқа хабарласып, елімізде соңғы уақытта ұлттық киімге деген сұраныс қаншалықты артқанын сұрап көрді. Оның айтуынша, алдағы уақытта парламент мүшелері жалпы отырысқа ұлттық киім киіп келеді деп күтілуде. Дәулет Мұқаевтың ұлттық киімдердің бағасы қымбат дегендерге жауабы да дайын екен. Сапалы дүниенің қымбат болуы заңдылық. Ерекше дизайнерлік стильмен тігілген киім қымбат болады да, десе де киімдерді ұлттық элементтермен көмкеру аса қымбат тұрады деп есептемеймін. Менің басымдағы тақия әрі кетсе 3-5 мың теңге аралығында. Ою өрнектерді киімге таңбалау да одан қымбат тұрмас. Қымбат деген нәрсені санамыздан алып тастасақ екен. Ұлттық киім киіп жүру ұлттық рухымызды қалыптастырады. Қарапайым мысал, үй жанындағы дүкенге шапанмен, тақиямен кіріп келсеңіз, өзге ұлттың сатушылары қазақша амандасып жатады, дейді депутат. Жыл өткен сайын қоғамда ұйқының бұзылуы өзекті проблемаға айналып келеді. Осы мәселені шешу үшін Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасында ұйқы зертханасы ашылған. Онда арнайы оқытылған мамандар негізінен қорылдау және апноэ, яғни ұйқы кезінде тыныстың тоқтап қалу проблемаларымен айналысады. Ұйқы зертханасының жұмысы туралы Казинформ тілшісіне аталған аурухананың функционалдық диагностика бөлімінің меңгерушісі Альфия Абжанова айтып берді. Оның айтуынша, ұйқыдан 2 сағат бұрын планшет, теледидар, смартфон сияқты гаджеттерді сөндіру қажет. Ұйқы алдында босаңсытатын ваннаға түсіп кітап оқуға болады. Демалыс күндері де әрдайым белгілі бір уақытта жатып тұру керек, өйткені бұл біздің ағзамыздың ритмі. Егер сіз бір уақытта ұйықтап тұруды әдетке айналдырсаңыз, онда ағза өзін ұйқыға дайындайды және ұйықтау оңайға соғады. Көлік министрлігі Казинформ сауалына берген жауабында жол сапасына қатысты қандай өзгерістер болатынын, мердігерлер жұмысына қанша жыл кепілдік беретінін мәлім етті. Ведомствоның атап өтуінше, мердігер жол құрылысын аяқтап тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдаған соң, келісімшартқа байланысты кемінде 2 жыл кепілдік мерзімі тағайындалады. Кепіл мерзімінде мердігер анықталған ақауларды жою жұмыстарын кешіктірсе, тапсырыс беруші сотқа шағым түсіреді. Бұған қоса, кепілдік мерзімі аяқталуға жақындағанда кемшіліктер мен ақаулықтар анықталса, тапсырыс беруші кепілдік мерзімін тағы да 2 жылға ұзартуға құқылы. Қазіргі таңда жол құрылысын салуға арналған жобалық сметалық құжаттаманың дұрыс жасалуына қарай, мердігерлер кемінде 3 жыл уақыт мерзімінде кепіл беруге ниетті, деп нақтылады министрліктен. Материалдардың толық нұсқасын Казинформ сайтынан оқи аласыздар. Сондай-ақ өзекті ақпарат пен тұшымды сараптаманы Казинформ мобильді қосымшасынан танысуға болады.